Пайдалы жөндеу білімдері мен шеберліктері бұларды сізге ешбір сантехник айтпайды. Егер душ су ағызса, шлангты бұрап шығарыңыз, ішіндегі тығыздағыш сақинаны және мыспасын алып тастаңыз, содан соң ішкі шлангты шығарып алыңыз. Көп жағдайда су ағуы шлангтың жарылуынан болады. Сол жарылған бөлігін кесіп тастаңыз да бастапқы мыспасын қайтадан ішкі түтікке орнатыңыз. Соңында бәрін орнына қойыңыз, енді су ағу тоқтайды. Егер кран жабық болса да, су ағып тұрса, үстіңгі сәнді қақпақты ашыңыз, ішкі түтікті шығарып, кранның өзекшесін, залотник, кілтпен қатайтыңыз. Сонда су ағу бірден тоқтайды. Ас үйдегі кран ағып тұрма. Кран мен иіннің тізе қосылыс, түйіскен жеріндегі бұрандаларды босатыңыз. Үстіңгі иінді алыңыз, қара резеңке сақинаны шешіңіз. Сол сақинаны бірнеше рет полиэтилен пакетінің жіңішке жолағымен, мысалы, шикізат қапшығынан орап шығыңыз. Содан кейін қара резеңке сақинаны орнына қойып, бәрін қайта жинаңыз. Осылай жасасаңыз, краннан су ағу мүлде болмайды.